Достар, қалайсыңдар? Бүгін мен ұлы Абайдың «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» атты өлеңмен байланысты өзімнің сұрақ жауап деген блогымды жалғастыратын боламын. Және бүгінгі талданатын сұрағымыз осындай болады. Ақынның айтпақ болған ойы қандай? То есть спрашивается, что хотел сказать Абай в своем стихотворении «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін». Жауапты айтпас бұрын менің сіздің назарларыңызды алғым келіп тұр. Абайдың сөздерін түсінуге кейде өте қиын болатыны бәріне мәлім. Сондықтан мен өзімнің жауабымның дұрыстығына 100% кепілдік бере алмаймын. То есть, внимание, все знают, насколько трудно иногда бывает понять истинный смысл слов Абая. Поэтому я вас предупреждаю, что мой ответ может и не оказаться 100% верным. Ал енді кеттік. Жауабымызды видеоның астында көре аласыздар, және жауабымыз осындай болады. Мен түсінгендей, Абайдың бұл өлең жазудағы ойы жастарға өз өнері мен сөзін мисыз, надан, күлетін адамдарға жұмсамай, қор болмасын деуі. Тағы да, бұл өлеңде Абай өзінің ақын шәкірттеріне ақындықтың қандай болуы керек екендігін айтады. Яғни ол көптеген ақындардың дін таратушыларды мадақтайтын шығармаларды жазуға тым әуес екенін, кейбір ақындардың жылтырлаған сөздерді көп қолдануға тым әуес екенін, ал Шәкәрім Құдайбердіұлының кәрілікті жамандайтынын сынап тұр. То есть, как я понял, Абай в своем стихе «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» хотел сказать, что, во-первых, талантливой молодежи вообще не стоит тратить свой талант на безмозглых, невежественных людей, которые смеются им в лицо. Во-вторых, в своем стихе Абай дает руководство своим юным ученикам, поэтам, о поэтическом искусстве. А именно он говорит, что многие поэты в своих произведениях слишком склонны восхвалять распространителей религии. Еще он говорит, что другие поэты слишком много употребляют поблескивающие слова. Также он критикует, что Шәкәрім Құдайбердіұлы дает отрицательную характеристику старости. Бол, достар, сау болыңыз.